Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Жасыратын жоқ, бүгінде кейбір ресейлік саясаткерлер Қазақстанның солтүстік облыстары орыс халқының тарихи жері деген теорияларды таратып жүр. Кейбір ақмақтар тіпті қазіргі Қазақстанның бүкіл аумағын Ресейдің сыйы дегенге дейін барады. Сонымен қатар бұл адамдарды білімсіз немесе сауатсыз деуге келмейді. Мысалы, Вячеслав Никонов, тарих ғылымдарының докторы, Ломоносов атындағы Мәскеу университетінің деканы. Владимир Мединский болса, саясаттану ғылымдарының докторы, Ресейдің әскери тарихи қоғамының басшысы. Евгений Федоров, экономика ғылымдарының кандидаты, запастағы полковник. Яғни бұл адамдардың барлығы қазақ жерінде орыстардың қалай және қашан пайда болғанын жақсы біледі, бірақ біле тұра шындықты жасырады. Алайда орыс саясаткерлері мен тарихшылары шындықты айтқысы келмесе, бұл шындықты біз қазақ тарихшылары айтуға міндеттіміз. Ендеше мен бүгінгі бейнеролигімде қазақ жерінде орыстар қашан және ең бастысы қалай пайда болған туралы айтып беремін. Ендеше соңына дейін көріңіздер. Бастайық. Ең бірінші болып қазақ жеріне орыс халқының өкілдері 16 ғасырда келе бастайды. Бұл Рязан князьдігінен қашып келген жергілікті, яғни рязандық казактар еді. Рязан казактары қатыгез 3 Иванға қарсы шығып, Рязан князьдігінің Мәскеуден тәуелсіздігін сақтап қалу үшін күреседі. Алайда шамасы жетпей, жеңіліп қалғаннан кейін Рязан казактары шығысқа қарай, яғни жайыққа қашып келеді. Біреулер бұны өтірік деуі мүмкін. Осындайларға Мәскеу князі 3 Иванның Рязан ханшайымы Агриппинаға жазған хатын көруге кеңес беремін. Ары қарай кеттік. Рязан казактары қазақ жеріне қашып келгенде, қазақтың ханы Тәуекел оларды қуып жіберуіне болар еді. Себебі мысалы, тіпті 100 жылдан кейін 1632 жылы жайық казактарының саны 900 адамнан аспаған. Ал тарихи Қыпшақ-Хани деген дерекке қарасақ, 1640 жылы қазақ хандығының әскерінің саны 100 000 сарбаздан асып жығылатын. Яғни қазақ хандары ешбір қиналмастан казактарды қуып жіберуге шамасы жететін. Алайда қазақ хандары рязандықтарға тиіспеді. Тіпті қазақтың ханы Тәуекел оларға жайықтың жағасынан жер беріп, қазақ хандығының батыс шекарасын Ноғай ордасынан қорғауды жүктейді. Кейін жайық казақтары деп атала бастаған рязандықтарға Ермакпен бірге Сібірге аттанған, бірақ Ермак қаза тапқаннан кейін кері шегінген казактар қосылады. Олардың басшысы Ермактың жолдасы атаман Матвей Мещеряк еді. Міне осылайша 18 ғасырдың басына дейін қазақ жерінде орыстар өте аз болғанын көруге болады. Және де сол орыс казактары қазақ хандарының бұйрығына бағынып та жүргенін дәлелдедік. Ал ендеше ары қарай кеттік. 18 ғасырда қазақ жеріне Ресей империясы басып кіре бастаған кезде қазақ даласына енді орыс шенеуніктер кіре бастайды. Бірақ ең қызығы, сол орыс шенеуніктерінің жалпы саны 1000 адамнан аспайтын. Мысалы, 1844 жылы қабылданған Орынбор қырғыздары туралы ережеге сәйкес, күллі кіші жүздің өзінде 5-6 орыс шенеунігі болған екен. Олар Орынбор шекара комиссиясының төрағасы, оның орынбасары, 4 кеңесшісі, ерекше тапсырмалар жөніндегі шенеунік, дәрігер және мал дәрігері ғана еді. Яғни 19 ғасырдың ортасына дейін Қазақстан территориясында іс жүзінде орыс халқы болған жоқ деуге болады. Қазақ даласында тек азғантай ғана орыс шенеуніктері мен казактардың шағын отрядтары болды. Қазақстанда 19 ғасырдың ортасына дейін орыс шаруалары да болған жоқ. Себебі Ресей империясында 1861 жылға дейін барлық орыс шаруалары крепостной крестьянин деген атаумен құлдықта болды. Яғни, қарапайым тілмен айтқанда, олардың еркіндігі де, мүлкі де, тегі де жоқ еді. Тіпті көшіп қонуының өзі де мүмкін емес еді.
Алайда 1860 жылдары бәрі өзгерді. 1861 жылы Ресей императоры 2 Александр крепостное право деген мәселені жойып, барлық орыс шаруаларына бас еркіндігін береді. Мысалы, 1861 жылы өткізілген Ресейдегі крепостной крестьянин санағы бойынша Ресей империясының тұрғындарының саны 67 миллионнан астам болса, соның 52 миллионы крепостнойлар еді. Ал енді елестетіп көріңіздер, 52 миллион адам бір сәтте еркіндік алып, үкіметтен жер беруді талап етеді. Ресейде болса жер жоқ, барлық жер баяғыда помещиктердің арасында бөлініп, помещиктердің басым көпшілігі орыс императорының туыстары. Осы кезде орыс шаруаларының мәселесін жаңа ғана Ресейге қосылып жатқан қазақ жерінің тарапынан шешу керек деген ұсыныс пайда болады. Осы мақсатта 1867-1868 жылдары патша үкіметі бірнеше заң қабылдайды. Бұл заңдарға сәйкес Қазақстанның бүкіл аумағы 3 генерал-губернаторлыққа бөлініп, олардың барлығын орыс патшасы тікелей тағайындайтын генерал-губернаторлар басқарды. Яғни, осы 1867-1868 жылдардағы реформа бойынша қазақ жері Ресей империясының меншігі деп жарияланып, қазақ халқынан жері тартылып алынады, ол жерлерге орыс шаруалары көшіріледі. Бірақ басында айдаладағы бейтаныс қазақ даласына көшіп барам деген орыстардың саны аз еді. Тіпті қазақ даласына көшіп келген сирек орыстардың да жағдайы мәз емес еді. Себебі жергілікті қазақтар заңға қарамастан өздерінің ата-бабасынан келе жатқан жерлерді орыстарға беруден бас тартып, ашық түрде қарсылық көрсетеді. Көшіп келген орыстарға да қысым жасайды. Ақыры қазақ жеріне Ресейден көшіп келген орыс шаруалары аман қалу үшін жергілікті қазақтарға жұмысқа жалдануға мәжбүр болады. Мысалы, орыстың атақты шығыстанушы ғалымы Владимир Катаринский былай деп жазады: Ақтөбе ауданының Көстек кеңшарында қазақ қырғыздарға жалданып, шөп шабу, астық ору секілді жұмыстар жасап, орыстар күнін көріп жүр. Сонымен қатар, қиындық пен жергілікті қазақтың қысымына шыдамаған орыс шаруалары қайтадан Ресейге көше бастайды. Алайда көп ұзамай қазақ даласындағы жағдай күрт өзгереді. Және де бұл өзгеріс ең бірінші кезекте Герасим Колпаковский деген адамның есімімен байланысты. 1867 жылы Жетісу облысының әскери губернаторы болып тағайындалған Колпаковский келе сала Жетісуға шаруаларды қоныстандыру туралы уақытша ереже қабылдайды. Осы ережеге сәйкес Колпаковский Жетісуға көшіп келем деген әрбір орыс шаруасына 30 десятина жер, 15 жылға салықтан босату, 100 сом несие беремін деп жар салады. Колпаковскийдің осындай саясаты ақыры нәтижесін тез береді. Аз ғана уақыттың ішінде Жетісуға мыңдаған орыс шаруалары көшіп келе бастайды. Мысалы, тек 1870-1872 жылдар аралығында Жетісуға Ресейден 14 мыңнан астам орыс шаруалары көшіп келеді. Және де олардың барлығына әрине Колпаковскийдің тікелей бұйрығымен жергілікті қазақтардан тартып алынған ең құнарлы жерлер бөлініп береді. Осы кезекте Колпаковский кенеттен орыс шаруаларын Жетісуға не үшін шақырды деген сауал туындайды. Жауап өте қарапайым. 1867 жылы оңтүстік Қазақстан мен Жетісу жерінің басым бөлігі Қоқан хандығының қол астында еді. Және де орыс патшасы осы Колпаковскийге сол Қоқан хандығын жаулап алу міндетін жүктеген болатын. Бірақ азғантай ғана әскері бар Колпаковский бұл мақсатты орындау оңай болмайтынын жетік түсініп, Қоқанды жаулап алу үшін қосымша әскерге қол жеткізуді көздеп, Жетісуға орыстарды шақырады. Ақырында Колпаковскийдің саясаты орындалып, 1876 жылы казактар мен орыс шаруаларынан құралған Колпаковскийдің отряды Қоқан хандығын талқандап, оның жерлерін түгелдей Ресей империясына қосып алады. Осыдан кейін Ресей империясының үкіметі генерал Колпаковскийдің тәжірибесін бүкіл Қазақстанға тарату туралы шешім қабылдайды. 1886 жылы Түркістанды басқару туралы ереже әзірленіп,
Оған сәйкес қазақ жеріне көшіп келген әрбір орыс шаруасына 10 десятина жер, 5 жылға барлық салықтардан босату, ал келесі 5 жылда салықтың жартысын ғана төлеу секілді мүмкіндіктер беріледі. Және де 1907 жылдан бастап қазақ жеріне орыстарды көшіру тіпті мемлекеттік саясат деңгейіне дейін көтеріледі. Бірінші кезекте бұл сол кездегі Ресей үкіметін басқарып отырған Столыпинмен байланысты. Столыпин Қазақстанға көшем деген әрбір орыс шаруасына Қазақстанға тегін жеткізу, егіншілік құралдарын тегін беру, әрбір отбасына бір сиыр, бір өгіз және бір жылқы беруді уәде етеді. Бұдан кейін Қазақстанға көшем деген орыстардың саны миллионға жетеді. Мысалы 1897 жылғы бүкіл ресейлік санақ бойынша қазақ даласында 532 мың орыс тұрса, 1906-1917 жылдар аралығында Қазақстанға 1,5 миллионнан астам орыс көшіп келеді. Міне, орыстардың қазақ жеріне жаппай қоныстануы осылайша басталған еді. Бұл шынайы тарих. Және де кейін Ресей империясының орыстарға әртүрлі уәде беру арқылы қазақ жеріне көшіру Совет одағында жалғасын табады. Мысалы, 1930 жылдардағы индустрияландыру, 50 жылдардағы тың игеру секілді процестердің нәтижесінде орыстардың саны қазақ жерінде артып кетіп, қазақтар өзінің ата-бабасының мекенінде саны аз халыққа айналып шығады. Міне, қазақ жерінде орыстардың пайда болуы осылай болған еді. Және де орыстардың қазақ жеріне жаппай қоныстануы әрине жақсы жақтары да болды. Мысалы, қазақ пен орыс халықтарының сан ғасырлық достығы нығайды. Орыс тілі арқылы қазақтар дүниежүзілік мәдениетпен таныса бастайды. Және де сол кезде көшіп келген орыс шаруаларының көптеген ұрпақтары бүгінгі Қазақстанның дамуына да өз үлестерін қосып келеді. Соңында айтарым, қазақтың шынайы тарихын білгіңіз келсе, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Шынайы тарихты сіздер тек қана осы каналда ғана көре аласыздар. Ендеше жазылыңыздар, лайк басыңыздар, таратыңыздар.